Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін өте дәмді қытырлақ баклажан салатын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге 2 баклажан, панировочный сухари, жұмыртқа және ұн қажет. Ең алдымен жұмыртқамызға тұзымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін баклажанымыздың екі жағын кесіп алып тастап, видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Жіңішкелігі дәл осындай болады. Ең бірінші ұнымызға аунатып алып, жақсылап сілкіп аламыз. Одан кейін жұмыртқамызға салып аламыз. Және де панировочный сухариға аунатамыз. Дәл осындай реттілікпен барлық баклажанымызды жақсылап дайындап аламыз. Дайын болған баклажандарымызды орташа отта қызып тұрған майымызға пісіріп аламыз. Қатты қызып кетпеу қажет. Осылай сарғайған кезде екі жағын аунатып пісіріп аламыз. Дайын болған баклажанымыздың ішіндегі салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге майонез және сарымсақ қажет. Сарымсақты осылай өткізгіштен өткізіп алып, майонезімізге қосамыз. Егер де өткізгіш болмаса, пышақпен майдалап турауға болады. Мен ішіне помидор және салат жапырағын қостым. Дайын болған соусымызды жағып, ішіне салат жапырағын және помидорды қосып шығамыз. Жақсылап дәл осылай ораймыз. Біткен жерін төмен қаратып қоямыз. Дәл осындай әдемі қытырлақ баклажан шықты. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Алтыншаш.